Сәлеметсіздер ме? Математик сабағын бастаймыз. 135-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы 104 көбейтілген 4, 416 бөлінген 4 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Сабақтың мақсаты сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін үйренесің. Бірінші есеп көбейтудің қалай орындалғанына қара, түсіндір, қорытынды жаса. 104 бірінші көбейткіш, бірліктің астына екінші көбейткішті жазамыз. Бірліктерді көбейтеміз. 4 көбейту 4 16, бұл бір ондық ойда және 6 бірлік. Енді бір ондықты есімізде сақтаймыз. 0 көбейту 4 0, 0-ге 1-ді қоссақ 1 болады. 0-дің астына 1-ді жазамыз. 1 көбейту 4 4, 416. 416 бөлінген 4, бірінші бөлінгіш 416, екінші бөлінгіш 4, бірінші толымсыз бөлінгіш 400-дік, бөлінуде 3 цифр 100-дік, ондық бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз, 4-ті 4-ке бөлсек 1, ондықтарды бөлеміз, 1-ді 4-ке бөлуге болмайды, себебі 1 4-тен кіші сан. Енді 0-ді жазамыз, бірліктерді бөлеміз, 1 ондық және 6 бірлік, бұл 16. 16-ны 4-ке бөлсек, 16-ның ішінде 4, 4 ретте келеді, 104 жауабы. Номер екінші есеп, баған түрінде есепте дұрыстығын тексер. 209 көбейтілген 2, 418, тексереміз, 418 бөлінген 2, 209-ға тең. 324 бөлінген 3, 108, 108 көбейтілген 3, 324. 208 көбейтілген 3, 624, тексереміз, 624 3-ке бөлсек, 208-ге тең. 428 бөлінген 4, 107, 107-ні 4-ке көбейтеміз, 428. Ә нұсқасы 106 көбейтілген 3, 318, 318 бөлінген 3, 106. 432 бөлінген 4, 108-ге тең, 108 4-ке көбейтсек, 432-ге тең. Үшінші есеп, есептерді шығар. Комодтық кесірткенің ұзындығы 209 см, ал қолтырауының ұзындығы одан 2 есе артық. Қолтырауын комодтық алабажақ кесіртке неше сантиметрге ұзын. Демек, комодтық кесіртке 209, қолтырауындықы есе артық. Көбейтеміз. Демек, қолтырауының ұзындығы 627, 627-ден комодтық кесірткенің ұзындығынан азайтамыз, 418 сантиметрге ұзын екен. Ә нұсқасы пілдің биіктігі шамамен 324 сантиметр, ал су сүйірдің биіктігі одан 3 есе кем. Демек, су сүйір пілден неше сантиметрге аласа, демек 324-ті 3-ке бөлсек 108, су сүйірдің биіктігі 324-тен аламыз 108-ді. Демек, 216 сантиметр, су сүйір пілден 216 сантиметрге аласа екен. Төртінші есеп, теңдеулерді шеш. 165 қосылған x тең 104 көбейтілген 3. Демек, 104 3-ке көбейтсек 312, белгісіз санның орнына, демек 316, 12-ні 165 алсақ 147, белгісіз x-ті орнына 147-ні қоямыз. 165 қосып 147, 312-ке тең. 3 көбейтілген x тең 568 азайту 241. 568-ден 241-ді алып 327 болады. Ықшамдап алдық. Енді 327-ні 3-ке бөлсек 109, белгісіз сан 109 екен. Бесінші есеп, А нұсқасы көбейтінділерді көбейткіштердің квадратына немесе кубына алмастыр. Өрнектердің мәнін тап. Демек, 4 куб бұл жерде. 4-ті 3 рет көбейтеміз. 4 көбейту 4 16, 16 көбейту 4 64. 10 куб. 10 көбейту 10 100, 100 көбейту 10 1000. 5 көбейту 5 25, 3 көбейту 3 9, 2 куб 8-ге тең, 6 квадрат 36-ға тең. Ә нұсқасы көбейткіштердің квадраты мен кубын көбейтіндермен алмастыр, өрнектердің мәнін тап. 4 куб, демек 64-ге тең, 64-ге 300 қоссақ 364. 10 квадрат 100, 100-ге 56-ны қоссақ 44. 10 куб, демек 1000-ға тең, 1000-нан 534 қоссақ 466-ға тең. Алтыншы есеп, баған түрінде жаз және есепте үйге берсек болады. 927 бөлінген 9 103-ке тең, 416 бөлінген 4 104-ке тең, 648 бөлінген 6 108-ге тең, 305 көбейтілген 3 915-ке тең, 525 бөлінген 5 305-ке тең. Есептерді шығар. Түйе, ғажап жануар, ол сусыз 2 апта жүре алады. Түйе бір ішкенде 108 литрге дейін су ішеді екен. 6 түйеге неше литр су қажет? Демек, 108-ді 6-ға бөлсек 648 литр су қажет екен 6 түйеге. Ә нұсқасы Ыстық күндері сиыр тәулігіне 105 литр су ішеді. Ыстық күндері сиыр бір аптада неше литр су ішеді екен сонда? 105-ті
аптада 7 күн болса, 7-ге көбейтеміз, 735 литр су ішеді екен. 8-ші есеп тік бұрышты үшбұрыштардың ауданын. Біріншісі А тең 3 см, В 2 см. Демек, А-ны көбейтсек, В-ға көбейтеміз 6-ға тең, 6-ны 2-ге бөлеміз, 3 см квадратқа тең екен. А тең 4 см ұзындығы, В бүйірі 3 см, А-ны көбейтсек, 3-ке 4 көбейтсек 4, 12, 12-ні 2 көбейтсек 6 см квадратқа тең екен. Үшіншісі 5 см-ді көбейтеміз 4-ке 20, 24 2-ке бөлсек 10 см квадратқа тең. 9-ші есеп. Хайуанаттар бағы мен қызметкерлердің қателігі нәтижесінде жануарлар өздерінің торларында болмай шықты. Арыстан, қабылан, есек, қолтырауын болып, қасқыр, есек, қолтырауын арыстан, қабылан, қасқыр. Хайуанаттар бағының қызметшісі жануарлардың әрқайсысын өз торына тезірек орналастыруы тиіс. Бұл қызметкер әрекетінің алгоритмі қандай болу қажет? Жануарлардың есектен басқасы жыртқыш аңдар, сондықтан оларды бір торға 2-ден орналастыруға немесе ортақ орынға жіберуге болмайды. Демек, бірінші нұсқа қасқыр ортақ орын, қабылан 5-ші тор, арыстан 1-ші тор, қолтырауын 4-ші тор, есек 2-ші тор. Екінші нұсқа есек ортақ орын, қасқыр 3-ші тор, қабылан 5-ші тор, арыстан 1-ші тор, қолтырауын 4-ші тор, есек 2-ші тор. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.